Қарапайым ойындардан шаршадыңыз ба? Қорқынышты ойын ойнағыңыз келіп жүр ма? Сіз елестер мен басқа да қорқынышты құбылыстармен ойнап көрдіңіз ба? Соңы қалай аяқталатыны белгісіз паранормальды ойындар бар. Егер қолыңыздан келсе, бұл ойындардың рас өтірігін анықтайсыз. Ол сізге ойнауға ұсынылмайтын паранормальды ойындар тізімі. Түн ортасындағы адам. Бұл ойынды ойнау үшін сіздің қаныңыз майшам, тұз, қағаз және сіріңке керек болады. Атыңызды қағазға жазып, саусағыңызды тесіп, қағазға қаныңызды жағыңыз. Есік алдына қойып қойыңыз. Үстіне жанып тұрған майшамды қойыңыз. Сосын есікті 22 рет қағып, есікті ашып, майшамды сөндіріңіз. Енді түнгі адам сіздің үйіңізде. Есікті жауып, майшамды қайта жағыңыз. Ойын басталды. Үйіңізді кезіп жүріңіз. Түнгі адамды көретін болсаңыз, одан алшақтау жүріңіз. Майшам өшіп қалатын жағдайда, түнгі адам сіздің қасыңызда деген сөз. Майшам өшкеннен кейін сізге 10 секунд беріледі. 10 секундтың ішіне майшамды жағып үлгеріңіз. Үлгермесеңіз, өзіңізді тұзбен қоршаңыз. Бұған да үлгермесеңіз, онда түнгі адам сізді 3:33-ке дейін қорқытатын болады. Түнгі сағат 3:33 болған кезде ол сіздің үйіңізден кетеді. Ойында қандай жағдай болмасын, фонарик қоспаңыз. Қаныңызбен қоса басқа адамның атын жазуға болмайды. Түнгі адам ашуланады. Мұндай кезде не болатыны белгісіз. Басқа әлемге апаратын лифт. Бұл ойын Кореядан басталған. Ойын ережесін дұрыс орындасаңыз, басқа әлемге түсесіз. Ең бірінші 10 қабаттан тұратын үй таңдауыңыз қажет. Бірінші қабаттан кіріп, 4-ші қабатқа көтеріліңіз. Лифттен шықпай, 2-ші қабатты басыңыз. Сосын 6-ші қабатқа басып, қайта 2-ші қабатқа түсіңіз. 10-ші қабатты таңдаңыз. Жеткен соң 5-ші қабатты таңдаңыз. Және 5-ші қабаттан келген кезде бір жас қыз лифтке қосылуы мүмкін. Сіз ол қызға назар аудармай 1-ші қабатты басыңыз. Барлығын дұрыс жасасаңыз, 1-ші қабатқа емес, лифт 10-ші қабатқа көтеріліп кетеді. 10-ші қабатқа жетпей сіз кез келген қабатты таңдауыңыз керек. Осылайша сіз ойыннан шығасыз. Ал соңына дейін ойнайтын болсаңыз, 10-ші қабатқа келгенде лифттен шығыңыз. Сіз басқа әлемдесіз. Кері қайту үшін осы ритуалды керісінше жасаңыз. Бірақ көптеген адамның айтуы бойынша бұл лифтпен қайту қиын. Өйткені оған жақындаған сайын лифт алыстай береді. Уиджа тақтасы. Бұл паранормальды ойындардың ішіндегі ең атақтысы болып табылады. Бұл уақыт тақтада әдеттегідей алфавит, сандар, ер немесе жоқ, және де сәлем, сау бол сөздері болады. Ойынның шарты бойынша ойыншылар саусақтарын қойып, ішінен дайындалуы қажет. Адамдардың айтуы бойынша бұл ойын басқа әлем мен осы әлемнің арасындағы порталды ашады дейді. Айнадағы ібіліс. Бұл ойын жылына 2 рет қана ойналады. Бірінші Иисус дүниеге келген кезде, ал екіншісі Кристті қинап өлтірген кезде. Ойынға айна және 12 шам керек. Жарықты сөндіріп айнаға қараңыз. 12 рет ібіліс деп айтыңыз. Дұрыс жасасаңыз, ібіліс көрінеді. Бұл ойынды түнгі 3-те ойнау керек. Бұл ойын туралы ғаламторда ақпарат жоқ. Бұны ойнаған адамдар болса, ешкіммен сөйлеспейтіндей болып, туыстарымен араласпай кеткен. Және де олар не көргенін ешкімге айтпаймыз деп. Дарумасан, ол бұрымды қыз болған. Суға түсерде шалынып ваннаға басымен құлап қайтыс болған. Бұл ойынды түнде орнаған абзал. Ваннаны суға толтырып, жарықты өшіріп, суға жатыңыз. Дарума кел деп 3 рет қайталаңыз. Осы сәтте денеңізде салқын адамды келгенін сезесіз. Судан асықпай тұрыңыз. Себебі Дарума сізді шалып құлатуы мүмкін. Бұл ойын сәтті орындалса, ол сізді 1 тәулік бойы бақылайды. Және әрдайым оның бар екенін сезесіз. Артқа тез айналып, көзіңіздің қиығыңызбен қарасаңыз, жас қыздың сұлбасын көре аласыз. Ол сізге қатты жақындайтын болса, Тамара сөзін жазыңыз. Және де қолыңызда ұстап алыңыз. Ең бастысы ойынды түн ортасына дейін аяқтауыңыз керек. Сол ойынды аяқтау үшін сіз ваннаға барып, утта деп айтыңыз. Және де ол сізден кетеді.
Егер ойынды дұрыс аяқтамасаңыз, ол сіздің өміріңіздің соңына дейін аңдуы мүмкін. Бұл видео арнаса каналға тіркеліп лүпіл басыңыздар. Осы жаңадан ашылған каналды қолдап кетейік ағайын. Ал ендеше қош сау болыңыздар. Сіздермен Ерсін Көбі.